Иоганн Фридрих фон Шиллер 1759 жылы 10 қарашада дүниеге келген неміс ақыны, драматург, философ, өнер теоретигі және тарихшы. Шиллердің атын «Разбойники» драмасы шығарды. Содан кейін «Заговор Фиеско в Генуе» және «Дон Карлос» тарихи пьесалары жазылды. Кейін сол кездегі материалға негізделген «Коварство и любовь» пьесасы, сондай-ақ «Духовидец», «Философские письма» романдары, бірқатар өлеңдері, соның ішінде «Крадости» жарық көрді. Оның Геттемен достығы жаңа әдеби құбылыстың Веймар классицизмінің қалыптасуына және бірқатар балладалар мен эпиграммалардың жазылуына себеп болды. Шиллер қайтадан драматургиямен айналысып, пьесаларында жаңа дәуірді философиялық тұрғыдан түсіндіруге тырысты. Ол Мария Стюарт, Орлеанская дева, Вильгельм Тель трагедияларын жазды. Шиллердің әйгілі балладалары «Кубок», «Перчатка», «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли» Жуковскийдің аудармаларынан кейін орыс оқырмандарына таныс болды. Өзінің шығармашылық қызметі барысында жазушы 38 өлең, бірқатар философиялық шығармалар, очерктер, бірнеше тарихи зерттеулер жазды. Шиллердің шығармалары Германияда ғана емес, Еуропаның басқа елдерінде де жақсы қабылданды. Барлығына түсінікті тілді қолдану және тауып айтылған әңгімелер ақынның көптеген жолдарын қанатты сөздерге айналдырды.